Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Бүгінгі видеода YouTube курс сатып алу жайында айтатын боламыз. Мен көптеген біздің курсқа қатысушылар супер ютуберске қатыспас бұрын мен пәленшеге қатыстым, анаған қатыстым, мынаған қатыстым, бірақ результат болмады. Кері байланысқа шықпайды, немесе еш қандай әсер алмадым деген отзывтарын айтып жатады. Осыған орай бүгінгі тақырып YouTube курс сатып алған кезде алданып қалмау тақырыбында видео болады. Ең бірінші айтып кететін нәрсе, егер де сізге біреу осы курс сатып алсаң, сен сол арқылы тез білім алып, байып кетесің, миллионер боласың десе, ол негізі өтірік. Өйткені кез келген білімді алып, соны жүзеге асыру үшін опыт керек. Онымен айналысу керек. Курс сатып ала салып, сразу 10 мың просмотр жинайсың, 100 мың просмотр жинайтын десе, ол уже өтірік. Өйткені әр адамның өзінің индивидуына байланысты, және ол ақпаратты қабылдап, соны жүзеге асыруына байланысты. Кімнің курсын сатып алмас бұрын, ол YouTube курс болсын, басқа курс болсын, ең бірінші методикасын сұрау керексіздер. Қандай методика бойынша үйретеді? Ең бірінші нені үйретесіз, одан кейін нені үйретесіз? Соған байланысты уже тұжырым құрасыз өзіңіз. Одан кейін ол біреудің методикасын алып үйрету ол дұрыс емес. Егер де шынымен ол жақсы бір тренер болатын болса, оның өзіндік методикасы болу керек. Өзі есептеген, өзі сол жолмен жүріп, соған сүйене отырып методика құрастырған болу керек. Одан кейін келген мысалы методика бойынша бір сабақ айтты, мен мынау нәрселерді үйретем деген уақытта, сол нәрсенің тегін версиясы бар ма YouTube'та? Соны тексеріп көріңіздер. Орыс тілді YouTube'та, қазақ тілді YouTube'та соны үйретіп жатқан адам бар ма екен? Шынымен, может ол тегін біреудің видеосын көріп алып, сөйтіп үйретіп жатқан шығар, соған да мән беру керек. Сіз де сатып алатын кезде тоже ойланасыз, толғанасыз, оның подписчиктер санын көресіз, оның просмотрларын көресіз. Бірақ тағы бір ескеретін нәрсе, ол қаншама просмотр, подписчигі болғанмен, өз сондай жетістікке жеткенмен, ол басқа біреулерді сондай жетістікке жеткізе ала ма? Соған да мән беру керек. Өйткені бір жақсы боксер, ол жақсы тренер болады деген сөз емес. Және кез келген білімді алғаннан кейін, оны жүзеге асыру үшін бір белгілі бір уақыт керек. Сол уақытта ол меңгеріп, соны өзіңіздің практикаңызға енгізу керек. Ол білімді ала салып, сразу бірден 1000 просмотр, 10 мың просмотр, миллион просмотр жинау деген ол кәдімгі фантастика. Бірақ ондай жетістікке жетіп жатқандар да бар. Білімді тез қабылдау қасиетіне байланысты. Енді ең басты сұрақ, YouTube курс сатып алу керек па, сатып алмау керек па? Егер де шынымен сіздер YouTube арқылы, любой Instagram арқылы, TikTok арқылы дамимын десеңіздер, ол курс сатып алу керек. Біреуден бір нәрсе білесіз, екіншіден екінші нәрсе білесіз дегенде. Ол именно менің курсым сатып ал деген сөз емес, бірақ егер де сол темада дамимын десеңіздер, сол темада уже жүрген, үлкен жетістікке жеткен адамның курсын сатып алу керексіздер. Ол YouTube темасы болсын, басқа бір бизнес темасы болсын, немесе жер өңдеу болсын, бидай егу болсын, сіз бәрібір білімді сатып алу керексіз. Не үшін көбінесе ол курстар сатып ала бермейді? Өйткені бізде уже менталитетте кішкентай кезден бастап қалыптасып қалған, ондай біреуден бір нәрсе сатып алу деген сөз, білімді сатып алу деген сөз нереальный нәрсе көреді. Ал бірақ кейін мектеп бітіргеннен кейін университетке түсетін кезде, колледжге түсетін кезде ойланбастан ақшасын береді, жылдар оқиды, 1 жыл, 2 жыл, 4 жыл оқиды, бірақ аз айлыққа жұмыс істеп отырады. Немесе мамандық емес, басқа темамен жұмыс істеп отырады. Бірақ сол оқуды оқып, дөп түсіп жатқандар да бар өзінің темасы бойынша. Бірақ статистика бойынша 80% оқып шығып, сол басқа темаға кетіп қалады. Ал курста кез келген ғана бухгалтерия болсын, басқа курс болса, өзінің керек білімін ғана алып, сол бойынша нан табады, уақыт экономдайды, ақша экономдайды дегенде де ең қымбат ресурс енді уақыт қой, ол уақытты ақша сатып ала алмайсың. Сондықтан да уақыт экономдап курс сатып алған ол әлде қайда абзал. Ал егер де сіздер менің супер ютуберс курсына қатысқыларыңыз келсе, сол туралы мәлімет білгіңіз келсе, не үйретем, қалай жасайды, оның барлығын білгіңіз келсе, астындағы комментариядағы немесе описаниядағы сілтеме арқылы өтіп, маған Инстаграмға дайректке жазыңыздар. Мен арнайы видео дайындап қойдым, не үйретем, қалай жүзеге асады, соған көздеріңіз жеткізіп барып, ойланып көрсеңіздер болады. Келесі видеода кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар. Сразу хит-бол, мендегі ик-бол, бәріне тип-бол, сендегі тик-ток, сразу хит-бол. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықтайым. Алға қойдым, енді қайтпайым, сен үшін толықтайым.